Қайырлы күн құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жеңіл әрі тез жасалатын салаттың рецептін бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін өткізбей қараңыз. Ең алдымен бізге керекті заттар: жұмыртқа, картоп, кукуруз консервіленген, майонез және тауықтың етімен азғантай бір ғана қияр жетеді. Қияр болмаса да салат дәмді болып шығады. Ең алдымен барлық заттарымызды жұмыртқадан бастап сопақша етіп, орташа етіп тураймыз. Мен көбінесе картоп пен жұмыртқаны бірге пісірген кезде суға міндетті түрде тұз салып пісіремін. Сол кезде салатқа қосатын кезде тұзды азырақ саламын. Бір жағынан картоптың да тұзы сіңіп, дәмі әдемі болып шығады. Картопты да, тауықтың етін және қиярды осылай сопақша етіп, орташа етіп тураймыз. Өткенде қонақ шақырған кезде осы салатты дастарханға жасадым. Бір байқағаным, осы салатты ең бірінші басқа заттарға қарағанда салат бірінші таусылған екен да. Соны ойладым, қонақтарға ұнаған болса, онда өте дәмді болып шыққан екен дедім да. Келесі күні үй ішіме, отбасыма жасап бердім. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Әрі құрамына қосатын заттар өте қолжетімді, қымбат заттар қосылмайды. Достар, одан кейін менің каналыма тіркеле кетейік. Өйткені менің каналымда көптеген тегін мастер-класстардың, пирогтардың, самса, чебуреки, міндетті түрде қонақ келгенде жасалатын, ең бірінші жасалатын заттардың рецептілерін менің каналымда оригинал рецепттерін салып қойғанмын. Сондықтан каналыма тіркеліп, басқа да видеоларымды көріп кетсеңіз болады. Егер де осы салатты қыстың күні жасайтын болсаңыз және қиярдың бағасы қымбат, оны алуға қаражатым жетпейді дейтін болсаңыз, қиярды қоспасаңыз да болады. Қиярсыз да бұл салат өте дәмді болып шығады. Және де мынау консервіленген кукуруздың мен ең үлкенін алған болатын. Сіздер егер орташасын алатын болсаңыз, сол орташа банкының бір штугын қосасыздар. Ал менікі үлкен болғандықтан мен осы банкының жартысын қостым. Және де дәміне қарай майонез қосамыз. Майонезді сметанамен алмастыруға болады. Және аздап тұз салдым. Менің салатымда жаңа консервіленген кукуруздың тұзы бар. Және де картоп пен жұмыртқаны тұз қосып қайнатқан болатын. Сондықтан тұзды аз ғана салдым. Осы рецептпен жасаған салатта менде 3 тарелка шықты. Өзімізге үйге жасағандықтан азғантай етіп жасадым. Содан кейін осы салатты тарелкаға жақсылап салып болған соң, жұмыртқаның сарысын міндетті түрде осылай бетіне үкіштен өткізіп салсаңыздар, бір жағынан әдемі көрінеді, сәнді болып тұрады, әрі дәм береді. Мінекей біздің салатымыз дайын. Өте тез әрі қолжетімді заттардан жасалатын салат. Сіздер де дайындап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыз.